Gelme diyeyim de. Hey malades, dördüncü gelin. Ay malades, köpçese baktı oldu. Beşinci gelin. Malades, altıncı gelin. Köpçese baktı olmuşlar. Al etti apaydınız. Kelinler bana baktı oldu. Bana Salim birde bunu bana unadı. Meni kendi osılay Salim salsa olsun. Rahmet, baktı oldu. Şimdi baba, buna kelinçeklerim kiyöyle, bizim pratikleri kayda. Bakın, sizin bilem bu, kalın müyde kelin de bilem, kalın aktarım belki ne işin aktarım. Eskiden kalın maka var apa, erkekte yer kılatında, yer kılatında, kopal kılaytkanda katın. Ayelin şahsı olsa, ben erkekteki basını şoğarda jüret. Ayelin şaman olsa, жерге koyup kırıp gidesin, apa aytыңыз mı? Aytam ne bakısı oldu? Қалада өскен келіндер бұлай сәлем сала алмайды. Ауылда өскен, нағыз тәрбие көрген келіндер бұлар. Салған сәлемдер тамаша. Рахмет, бақытты болыңдар. Рахмет. Апа, енді осы жерде сіз атыңыздан Құдай қаласа Алла нәсіп етсе мына балама жұмысы болсын деп, ана жерден 6 орамал алып келші. 6 орамал. Ана арқада тұрыпты. Біздің септі ашып берсең 6 орамал бар. Әке. Рахмет. Апа, өзіңіз ылай болса шешіп басына тартың. Бұлар аппараттан бір жерге беріші береді бұл. Ашып. 10 жылдықтан естелік. Құдай қаласа Алла нәсіп етсе, ұлағатты ұстазымыз Тамара апайымыз басымызға тартып еді мынаны. Келінге алып қояйын деп біреулер ниет қылып алып қояды осыны. Апа, ішімде қарап қойып көйлегіне пәтсібет орамалды алғанбыз ғой? Әне. Келім болып сен, баланы да сен тағасың. Сен келім болсаң инағатты, үміндерге сыйлағатты, тәмендегі имағатты, көргедесің сен емес. Ой, рахмет. Тамара келіңіз, мына жаққа келіңіз енді. Рахмет. Шынында да енді бұл тосаттан шығып қалды. Кейінірек сағат бір 11:30-12-де бір ұйымдастырам ғой деп отырып, қараңыздар қандай анамыздың бақыты бар. Осындай 6 келіннің басына орамалын тағып, Құдай қаласа Алла нәсіп етсе ертең Құдайдың бір жаңағы ниет дейміз ғой. Бекөшжанда үйленіп 6 келінді көріп, Бекөшжан 6-ға келмек қой, біреу кезің жетеді соңыз. Енді апа бетеміз. Мына апамыз олағатты ұстазымыз сіздердің бастарыңызға орамал тақты. Енді осы кісі былайша алғанда сіздердің енелеріңіз, тұр ма? Өмірдің жолдастарыңыздың ұстазы болғаннан кейін ене. Осы енелеріңе арнап бір 2 ауыз, 4 ауыз тілек дегенде, келіндерден бір тілек естейді, бұлар сендерге микрофонды бермейді бұлар кәні. Не деймісін, апа, өміріңіз ұзақ болсын, дедіңіз сау болсын, немерелеріңіздің, балаларыңыздың қызығын көре берің. Мына кішкентай балаңыз үйленуіне ғана екен, ниетіңізге жетің. Осындай келіндеріңіз көбейіп, қасыңызда алдыңызда қайсысы мен бірінші шай құяйын деп, азанмен алдыңызға шай беріп, таласып, неғып жүретін бір келіндер болсын. Сіздің жасыңызға жетіп, біздерге де жұмысты болып, біз де сіздің жасыңызға жетейік, біз де келін алайық, біз де сізге ұқсап, осындай үлкен бір ана, үлкен бір не болып жүре берейік. Молодец. Енді бір әңгіме айтайын деп келіндерге жағам екен, жақпайды екен.
деніңіз сау болсын, өміріңіз ұзақ, әрдайым осы жақсы күндерде, жақсы тойларда кездесе берейік та. Сізге де жақсы келіндер нәсіп етсін, біздерге де ене болу нәсіп етсін. Әрдайым осы ораза айында жақсы тілектер, не ойлаған ойларың болса, бар амалға аса берсіндер. Рахмет. Етеміз, бірінші байлық денсаулық дейді, бірінші деніңіз сау болсын. Осы Микоштың үйлену тойларында біздерде қызмет етіп жүре білейік та. Сол келініңіз өзіңізге ұқсаған әдепті бір көрікті келіндердің бірі болуына тілектеспін. Әже жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Ағам келіншегінің қызығын көріп жүре беріңіз. Апайым дейміз, өміріңіз ұзақ болсын, немерелеріңіздің қызығын көріңіз. Жорамыз үйленіп, бір әдепті келін алып келіп нәсіп етсін. Үйленбеге бойдағы жігіттерге де бұл жұмысты бола берсін да. Апай не дейміз? Деніңіз сау болсын, балаңызды қызығын көріп жүре беріңіз. Деніңіз сау болсын, денсаулығыңыз мықты болсын да. Рахмет келіндер. Барлық жақсы тілектерімді періштелер әумендесін осы тілектерге. Осы айда барлық тілектерің қабыл болып, мен мақсатыма жетейін, сендер де мақсаттарыңа жетіңдер, бақытты болыңдар. Рахмет келіндердің құрметіне бір қошеметтеп қосылған ағайындар. Рахмет құрметті ағайындар, қадірлі болыңыздар. Бағана айтып өттім Әрине апа, мына ескіден қалған мақал бар. Жақсы келін, жаман келін келсіп дей ма? Сол айтпақшы мына келіндердің барлығы неге десеңіз мына келінді ененің топырағынан дейді. Бұлардың енелерін, үшеу-төртеудің енелерін танимын, әкесін де танимын. Қалай берді бүгінгі осылардың өздеріменен қол ұстасып, мына өмір деген өзенге түскен жігіттеріміз, мына 90 жастағы енелерім, қалай берді біреуі женім, біреуі құдам, өмірде бақытты болыңдар. Сендерге Құда қаласа, Алла насіп етсе осы мына ортада тұрған 6 келінге Құдай қошқандай 8 ұл берсін. Қошқандай 8 ұл берсін де тамашада бір моншақты әдем 8 қыз берсін. Сосын ана қалған үйленбеген жігіттер ертіріп үйленсін дағына Құда болайын десе айта алмайды, ұялып жүрсін. Қош, осы қалғанға 6 келін, 6 жігіт бір-бірімен Құда анда болыңдар да, Баймұратта бір футболный команда, бір әрекет жасайды бұлай ағайындар. Келінде сау болыңдар, бүгіннен бастап соған әрекет жасаңдар. Фундамент цемент құятын жер дайындап қоя беріңдер, тез жігіттер қымбатына қарамаңдар. Кәне, сау болыңдар келіндер. Рахмет, келіндер құрметті қошеметтеп қойсаңыздар. Кәне. Рахмет. Ал енді құрметті бүгінгі ұлағатты ұстаздарымыз, қалай берді 10 жылдық мереке кездесіп отырған жастарымыз, 93 жастары. Қараңыздар, өзі Құдайдың өзі бір кездестіре деген адамға. Жаңа мына ұлағатты ұстазымыз бір ақ тілегін айтып еді, ал енді олай болатында тағы да бір ұлағатты ұстазымыз қолына жас сәбиін ұстаған Арзыгүл апайдан бір ақ тілегін естіді дегенде жөн көріп отырмыз. Кәне келіңіз апай. Ойдақ бұлардың бар аға. Бүгінгі кездесуге келіп отырған 93 жастары, мен бүгін үлкен мереке, үлкен той. Араға 10 жыл салып, бір-бірлеріңді кездесу өткізіп жатыр екенсіңдер. Адамзат өмірге келген кезде, өмірге Алла Тағала мен жаратушы ием барлығына бақыт пен байлықты бірдей берем деген екен. Не өмірде барлықтарың бақытты болыңдар. Сыңары жоқтар сыңарын тауып, ертерек перзент сүйіңдер. Өмірдің қызығы перзент. Біреу екеуіменен шектеліп қалмаңдар. Ұлдарың 10 шақты болсын, қыздарың 10 шақты болсын. Солардың қызығына, солардың бақытына кенеліп, шал кемпір болып, соларға ақ тілек айтып жүргендеріңіздің өзі үлкен бақыт. Міне жоғарыда алғаш қалам ұстатып сендерге білім берген
қос ұстаздарың отыр екен, олар да сендердің алдарыңда бақытты. Міне Алла тағала оларға да өмір сыйлады. Сендердің де бақыттарың кенеліп, осы кездесуде сендерге сөз тілек айтып жатыр. Бұл да үлкен бір бақыт. Адамзаттың бақытының шегі жоқ екен, арманы да дәл солай. Бақыттарынан бақытқа кенеліп, армандарынан армандарға кенеліп, асуладан асып, шыңдарға жетіп, шалқып тасып жүре беріңдер. Үнемі жақсылықта, осындай той туғанда бастайын арманымыз. Sen ketib qo'yib turasiz endi. Kelіңіз. Qo'shimcha qo'shiq endi. Qarangizlar. Armanlardan asып, секіріп дегендей тамаша. Әрбір сөздің мағынасына түйініне мән берсең, әрбір сөзден бір әліппен алсаң, сол кезде бақытты өмір сүресің. Ал енді апай, осы жастарға қалай берді? Бұдан да кейінгі шәкірттеріңізді тәрбиелеп келесіз. Сізге де осы жастардың атынан, қалай берсе ел халқының атынан ұзақ өмір, зор денсаулық, қажымас қайрат тілейміз дағыны. Сіздің алдыңызға осы жерде 4 қызымыз бар екен. Сол 4 қызымыз ортаға шақырайықшы кәнекесін. 4 қызымыз бар екен. Әйтеуір бағана қарайым, аналар 6 келді, мына 3 қыз енді жеңіс. Бар ма тағы біреу? Көрейікші. Мақұл. Қарап тұрса енді сізді білетін шығарсыз. Ана 6 келінге қараңыздар. Мен айтым, неге 6 басына орамал таққан, мына 3-і неге орамал тақпаған деп қоям ғой. Рахмет өнерпаздарымыз. Сөйтсем бұл 3-і қызымыз екен. Енді сондықтан да бүгін мынау 10 жылдық мереке кездесіп отырғаннан кейін ұлағатты ұстаздарымыздың атынан қалай берді бүгінгі мынау осы 10 жылдық мерекені ұйымдастырып жатқан арыстанда айбатты, жолбарыстай қайратты жігіттеріміздің атынан жаңа орамал томбалма жол болады дейді ғой. Осы қыздарымызға да бір орамал тартып етсеңіз. Ана орамалымызға келші. Біздің фирмамыздың атынан. Бүгін Бастарына орамал тартпай қойын, сіңілдерім бәрі. Сол үшін иықтарына салайын, үлкен ана болсын бұларда. Мақұл, айтқаныңыз келсін. Қуанып кетті өздері бұратла. Ана, еш кім бұзылып кете ме депті. Ой, молодец. Бақытты өмір. Бұл орамал байдырақтан десең таппайсың. Айдаркөлдің ажағына барап кетті. Отымен түсіп барды әйтеуір бір бәлеғі болып. Рахмет елбасарымыз. Ал енді құрметті ағайындар, қазір боласыздар осы 3 қызымыздың құрметіне, апайдың құрметіне барлығымыз ортаға келіңіздер шыққан. Барлығымыз ортаға келеміз. Рахмет. Тезеп келіңіздер. Ал енді олай бұлардың өйстіп тұрғызып болса ойнау қиында. Енді барлықтан жалғыз ортаға биге шақырамыз, өнерпаздарымыз. Партия. Кеттік әлі. Келбетіңе тамсанам, жолдасысың аймысың, парсы
Hala